апельсиновый сок. Где мы возьмем? Ана талдардың арасында бір сөйлейтін тал бар. Вот содан алайық. Ну тогда пойдем. Дерево, дай нам апельсин. Эй, бұл емес, анау тал ғой. Дерево, дай нам апельсин. Түсінбедім. Эй, ана мысық айтып жатыр, саған апельсинді берші дейді. Менде апельсин алма мандарин бар. А что нам теперь делать? Сен бізге апельсин беру үшін не істейміз? Маған барып, су мен апельсиннің дәнін алып беріңдер. Водолей, дай нам воды. Мынау не дейді? Водолей деген жұлдызнаманы айтып ма? Бұлар да орысша түсінбейді екен. Мысық сендерге су беріш деп жатыр. Кім айтты сендерге су беретініңізді? Дерево сказал. Мынау неге орысша сөйлей береді? Бізді мазақтап жатыр ма? Мен мына мысықтың қашанға дейін жүре берем қасында. Қазақша үйренсе қайтеді? Біздің сүт ішкіміз келіп жатыр. Барып бізге сүт әкеліп беріңдер. Өй, сендер жындысыңдар ма? Тал түсте қандай сүт? Ана кранды көріп тұрсыңдар ма? Сол үшін жүндеу үшін бізге витамин керек. Сүт әкеліп беріңдер. Сол кезде біз жүндеп аламыз. Мыналардың су талдарының түрін қарасайшы. О чем они говорят? Молоко, говорит они. Ну тогда погнали на корову. Тетя, а там корова есть? Нету у нас коровы. Құдайға шүкір, орысша түсінетін адамды табылды ғой бізге. Бізде тек заводский сүт бар. Мейлі, бере беріңізші, сосын бізге апельсин бересіз ба? Менде апельсин жоқ, бірақ сүт бар. Откуда мы апельсин возьмем? Білмеймін. Сен нең бар еді оның апельсинін ішіп? Керек па, керек емес па сонымен? Я, керек. Бізге 2 литр бересіз бе? Ана жақта қора бар, шелекті алып, сиырды өздеріңіз сауып алыңдар. Ойбай, мына кісінікі міндет қойшы да. Айналайын, сүт керек па, керек болса барды сауып ал. Сізде ұятыңыз бар ма, жоқ па? Адам сізге сүтті алып кел десе, сіз болса адамды жұмсайсыз да, ақшаны беріңіз. Ойбай, мынау даже ашуланғаны соншалықты қазақша сөйлеп кетті ғой. Сүт керек болмаса миымды ашпай кете беріңдерші. Амал жоқ мысық. Жүр кеттік, сиыр саламыз. Тойдыңдар ма сүтке? Суды қашан бересіңдер? Кішкене жай сөйлесей, адам ас қорытып алу керек қой. Жөндейміз, сосын береміз. Ойбай, сендер ас қорытатындай қуырдақ жедіңдер ма не? Әшір сүт іштіңдер ғой. Давайте быстрее, я же домой хочу. Негізі бүтін, жай ғана біз магазинге барып ерін қағып сол сені жұмсап жібереміз. Дерево, мы принесли тебе воду. Воду дегеннен басқа ештеңе түсінбедім. Біз саған су әкелдік, енді бізге тездет. Апельсиніңді бер. Мен сендерге апельсин әкелдім ғой. Бол, суға рахмет. А есть мандарин? Бар мандарин. Қанша килограмм керек? Не бар соны бере бер. Әйтпесе мына мысықтың қасында жүріп мен шаршап кеттім. Принесли мы твой апельсин. О, молодец, кәні көрсет. Мә, енді заттарыңа еге болып жүр. Апельсин емес, мандарин ғой. Какая разница? Апельсин есть апельсин. А мандарин это как апельсин. А апельсин это как мандарин. Сен білесің ба? Біз осы апельсин үшін қанша жерді аралап шықтық. Оған ешкім іштеген жоқ. Барып апельсин тауып келіңдер. Қандай апельсин? Біз Қазақстанда тұрамыз ғой. Сен жаңа мышың миымді ашып 2 сағат тұрды. Маған да осы үшін орысша үйрендік қой. Какая разница? Мандарин, апельсин бәрі емес па? Сендер қайдан пайда болдыңдар? Бұлар не үшін келді десе, бұлардың бәрінде біз миын аштық екеуміз. Сол үшін мына суыңды іше бер. Вообще-то, в сказке она пила молоко. Ал енді сен бұл шетте нефтен болып тұрсың, сок ішіп. Менің шаруам жоқ. Маған ауызашарға дейін маған апельсин суын әкеліңдер. Папа, Біздің қарнымыз ашты. Сүт ішкіміз келеді. ішсеңдерші бар. Сіз біздің папамыз ғой, жүз әкеліп берсеңізші бізге. Дым түсінбедім. Басқа біреулерің айтыңдаршы. Сіз біздің папамызсыз ғой, бізге сүт әкеліп берсеңізші. Барып магазинге алып ішіңдерші. Жылаян жоқ сендерге қарайтын. Желания болмағанда біз сіздің балаңызға тамақ берсек? Менің балам болғандарың міндет пе не маған?
міндет қой әкемсіз ғой. Негізі холодильникте сүт бар еді ғой. Мынау ғой бәрін ішіп болған. Ой, түбінде ғана еді, содан басқа ішкен жоқпын. Қайдағы түбінде? 10 литр деген түбінде деген сөз ба не? Енді папа, қарным ашып кетті, басқа не істеймін? Таяқ жегің келіп жатқан жоқ па сен лақтың? Жоқ, папа, таяқ емес, тамақ жегім келіп отыр. Онда мен барып магазиннен қарызға сүт алып келейін. Ана қасқырды кіргізбеңдер үйге. Есікті біреу талдады отыр. Маған не қойып отырсың? Баршы енді ашшы. Мен қорқам, сен барашы. Жарайды. Қасқырдың орысшасы қандай еді? Ол? Я, менің атым Волк. Кіребер онда. Лапсаны жігіттер, әңгіме сол. Күшті әңгіме айтады екен, күшті әңгіме айтады екен. Ей, мен сендерге қасқырды кіргізбе деген едім ғой. Не үшін кіргізесіңдер қасқырды? Папа бұл қасқыр емес, волк қой. Волк деген сол қасқыр емес пе? Жоқ, папа бұл бізге қасқыр емес, волкпын деп айтты. Точно волксың ба, қасқырсың ба? Мойында. Шынымды айтайын, маған ұстап. Волкпын. Қазақи тәрбие көрген орыс қасыргерсің ба сен? Көке, қасқыр деп қатты өтеді. Волк деп айта берді. Болды, волк. Не үшін келдің бұл жаққа? Сол бір уақытта кетсе ба деген бұл көке. Ей, жайшама, менің лақтарымды не істейсің? Ауыз жасаған қамы ғой сол. Дұрыс көке. Дұрыс. Аузын беріп болса алып кете бер. Қайсыны аласың? Мен бармайын. Мен бармайын. Ана кепкадағы лақты алып кете берші, қатырасы керек емес. Болды көке, рахмет. Келесі